Аш қарынға бір стақан ыстық су ішу пайдалы ма, әлде жалған түсінік пе? Кейде біз ағзаны тазалау және арықтау үшін дәріханадан түрлі дәрілер сатып аламыз немесе ғаламтордан тиімділі дәлелденбеген дәрілерге тапсырып беріп жатамыз. Бірақ бұған көмектесетін құрал бәріне қолжетімді және кез келген асханадан табылады. Күн сайын таңертең аш қарынға бір стақан ыстық су ішсе не болады? Сіз де күніне солай жасап көріңіз және нәтижесі сізді қатты таңғалдырады. Таңертең аш қарынға ыстық су ішу несімен пайдалы? Бұл құпияны кезінде біздің апа-әжелеріміз де қолданған. Қарапайым қара суды таңертең аш қарынға ішу ағзаға айтарлықтай пайдалы екен. Егер сіз асқазанды және ішекті зиянды заттардан тазартып, жүдететін диеталарсыз ақ арықтап, артериялық қысымды реттегіңіз және теріні безеу мен майлы жылтырдан арылтқыңыз келсе, аш қарынға ыстық су ішіңіз және оның пайдасы айқын көріне бастайды. Гастроэнтерологтар судың осындай емдік қасиетін жақсы түсіндіреді. Олар ішек қабырғасына бір түннің ішінде ас қорытудың қалдықтары мен улы заттардың, шырыштың жиналып қалатынын анықтады. Ал таңертең аш қарынға жылы немесе суық су ішу бұның бәрін шайып шығады. Нәтижесінде асқазан ішек жолдары төмендетіліп, өз жұмысын бастайды және тазарады. Егер сіз күн сайын таңертең өзіңізді осындай қарапайымға рәсімге үйретсеңіз, ол қан қысымына оң әсерін тигізетін ағзаның сілтілі балансын қалыпқа келтіреді. Мұнда ең пайдалысы қайнамаған ыстық су. Себебі, қайнау кезінде судың пайдалы қасиеті жоғалады, ал ағза мұндай өнімді толығымен сіңіре алмайды. Алайда ірі қалалардағы құбыр суының сапасы жақсы емес, кейде оны қайнатпай ішу денсаулыққа қауіпті. Мұндай жағдайда заманауи сүзгілерді немесе дүкендерде сатылатын ауыз суды қолдануға болады. Ыстық суды таңертең аш қарынға қалай ішу керек? Ағзаны тазарту және арықтау үшін күн сайын ыстық су ішуге кеңес беріледі, бірақ қайнаған су емес. Ұсынылатын температура шамамен 40 градус. Сондай-ақ суды асықпай, аздап ұрттап ішкен дұрыс. Мұны ұйқыдан тұрғаннан кейін аш қарынға жасау керек. Дәмін жақсарту үшін кішкене бал немесе лимон тілімін қосуға болады. Сонымен бірге, суға лимон қосып ішудің қарсы көрсеткіштері бар. Оны асқазанның қышқылдық деңгейі жоғары болған жағдайда қосуға болмайды. Сондай-ақ созылмалы және жіті гастрит немесе асқазан жарасы да қарсы көрсеткіштер болып табылады. Мұндай жағдайда судың өзін ғана немесе бал қосып ішкен жөн. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.